Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай панкейк пісірем. Полный рецепт керек болса, видеомның соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге 2 жұмыртқаны жарып, жұмыртқаға шым-шым тұз қостым. 4 ас қасық қант қостым. Соның бәрін араластырамыз. Шай қасық ас содасын қостым. 1 стакан айран қостым. 1,5 стакан ұн қостым. Мен ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап қойғанмын. Ең соңында 4 ас қасық сұйық май қостым. Панкегімізді қызып тұрған табанды майлап, сәл майлаймыз. Орташа отта пісіреміз қызғаннан кейін. Панкекті блинчик сияқты пісіреміз. Бірінші пісірген кезде ғана табан майлаймыз. Ары қарай құрақ табаға пісіре беруге болады. Табақ қызғаннан кейін оттың астын жайлау керек. Орташа отта пісіру керек. Асты піскеннен кейін жайлап үстіп аударып пісіріп аламыз. Мен видеом ұнаса, видеома лайк басып, каналыма жазылмаған болсаңыз, каналыма жазылыңыздар. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет.